Меніңше мен оны... Қайда қойып едім? Ең бастысы ұмытпасам болды. Мұнаның бәрін қалай бітірем? Саған көмек керек пе? Менің қолымнан келер еді, мүмкін тым құрыса. Жоқ, рахмет. Ал егер... Орныңда тұра бер. Бірақ... Осында тұр, бөгет жасама. Бау қайда дейм? Мен әперейін. Мен ана жақта тұрайын. Сонда саған бөгет жасамаймын. Кешірші. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Достықтың кереметі. 17-ші бөлім. Тым болмаса жинастыруыма рұқсат ететін шығарсың. Жоқ, онсыз да көп көмектестің. Кешір әпке. Саған көмектесем қабілетім ашылама деп ойладым. Сонда менде ерекше белгі болар еді. Мен бәрін де түсініп тұрмын. Мен қазір бәрін еш қиындықсыз жасап шығуым керек. Жақсы, бәрі дайын. Ал енді іске кірісейін. Онсыз да көп уақыт жоғалттым. Тағы кім келді? Кешір, ашық деп тұрғанда дүкен ашық екен деп ойладым, бірақ қателесіппін. Флаттершай, кешір мені. Жұмысқа берілгенім сонша, шашын қидырғаннан кейін опалды осында келетініңді ұмытып кетіппін. Уайымдама, Рерити, ол себеттің ішінде отыр. Өте әдемі боп тұр. Түсінсем бұйырмасын, сен мұны қалай істейсің? Ол тырнайды ғой, мен тіпті оған жақындай алмайым. Сен оны көзқарасыңмен бағындырасың ба? Жоқ, білмейм. Шынымды айтсам, мұның қалай болатынын өзім де білмейм. Жай ғана жануарлармен тез тіл табыса алам. Менің сондай қабілетім бар. Көбелектерді емес, менің мысығымды тәрбиелеуің керек еді. Мүмкін мен де жануарлармен тіл табыса алатын шығармын. Жоқ. Кешір, тамақтануға мұршам жоқ, Флаттершай. Бар уақытым жұмысқа кетіп жатыр. Бұл үлкен тапсырыс. Сол үшін тамақ ішпейсің бе? Жоқ, қымбаттым, амалым жоқ. Бұл шамама қарай көбірек жұмыс алып қойғанымды білдіреді. Мен бір кеште 20 желбегей тігуім керек. Таңертең олар Троттингемде болуы керек. Қара, мен жібек матаны алтынмен аттадым. Бұған көп уақытым кетті, бірақ уақытты зая кетірмеген сияқтымын. Қандай керемет. Бірақ 20 желбегейме қалай үлгересің? Не ғой, мен... Мүмкін мен ана жаққа барып қарап тұрайын. Иә. Үлгерем. Жарайды, мен кетейін. Бөгет жасамаймын. Сәлем, Флаттершай! Сәлем, Рерити! Сәлем, қыздар. Сәлем, Светибель! Скуталу, Эпплблум! Кешкіге дайынсың ба? Иә, құпия клубтың отырысына дайынмын. Кешке әрқайсымыз өз қабілетімізді табуға тырысамыз. Тіпті ол үшін түнімен отырсақ та. Мен дайынмын, сендер? Біз де дайынбыз. Құпия клубтың бірінші отырысы Реритиді ескертеді. Алақай! Мен не жасадым, қараңдаршы. Мәссаған! Қандай әдемі! Бұл жапсырма нені білдіреді? Құпия клуб мүшелерінің белгісі Алақай! Біз табуымыз керек, бұл міндетіміз. Ерекше белгілерді айтып тұр. Иә, қараңдар. Мен желбегейді алтынмен аттадым. Бұған көп уақытым кетті, бірақ уақытты зая кетірмеген сияқтымын. Сендерге ұнай ма? Светибель, мынау не? Бұл соңғы желбегей еді ғой. Енді оны қайта тігуім керек. Үлгеретін шығармын. Түнімен жұмыс істеуім керек. Демек, кешіріңдер қыздар, сендердің отырыстарың болмайды. Неге? Сендерге қарауға мұршам болмайды. Желбегейлер уақытында дайын болу керек. Бірақ... Қарсылық білдіруші болма. Кешір, Светибель, бірақ мені тыңдауға тиіссің. Мен үш қызды үйіме алып кетейін.
саған алып кетті алмаймын. Маған мүлде қиын емес. Сен менің сіңілім мен оның құрбыларын білесің бе? Олар әбден ығырыңды шығарады. Опал мені мезі қылған жоқ қой. Өзің білесің, мен кішкентайлардың тілін таба алам. Сенікі дұрыс шығар. Менің жұмысым бастан асады. Келісім бер, көңілді болады. Рас айтам, олар ығырыңды шығарады. Мына сүйкімді балақайлар ма? Жарайд. Дегенің болсын. Құпия клубтың бірінші отырысы Батыршайдың үйінде. Алақай! Қандай керемет. Тоқтай тұрыңдар. Өте көңілді болады. Төртеуміз шай ішеміз, бір-біріміздің жалымызды тараймыз. Тыныш отырып сурет саламыз да, бір-бірімізге ертегі айтамыз. Бәрі керемет болады. Сәлем, Батыршай. Сәлем, Туайлайт. Қайда бара жатырсың? Мен жасыл орманда тұратын Зекораға бара жатырмын. Мен одан сүйікті шайымды сұраймын. Мәңгі жасыл орманға ма? Абай бол, жарай ма, Туайлайт? Әрине. Ал өзіңше, сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Рерити ертеңге дейін үлкен тапсырысты аяқтауы керек. Сондықтан қыздар менің үйіме барып түнесін дедім. Мәз саған, байқауымша бүгін понилердің қолы бос емес сияқты. Бір өзің үш қызға қарай аласың ба? Қолыңнан келетініне сенімдісің бе? Неге? Бұл деген үш кішкентай періште ғой. Оларды бағу аса қиын бола қоймас. Мәз саған мына үйді қараңдар. Заттарымызды қайда қоямыз? Жерге қоямыз. Жасыл орманның Қыздар, бәрі ойдағыдай. Сонымен қыздар, не істейміз? Мен өз белгімді іздеуді бастаймын. Қыздар, жоқ, мүмкін. Мен бастаймын. Қыздар, тынышталыңдар, өтінем. Мен түнімен ұйықтамаймын, Мен де. Қуанып тұрғандарыңды білем, бірақ қыздар. Абайласаңдаршы. Қыздар. Сонымен, не істегілерің келеді? Ойнаймыз ба? Біз ерекше белгі іздеушіміз. Және өзіміздің ерекше белгімізді тапқымыз келеді. Сосын біз... олар дұрыс айтады. Білмеймін. Жайбарақат отырып, шай ішпейміз бе? Немесе мәңгі жасыл орманға барып, қызықты хикаяларға куә боламыз. Болмайды. Мәңгі жасыл орман өте қауіпті. Ол жерде бір түрлі жануарлар мекендейді. Баруға болмайды. Сен бізбен бірге барасың. Оларды ұстап аламыз. Сонда біз жануар іздеуші боламыз. Алақай! Біз жануар іздеушілер клубын құрамыз. Мен мәңгі жасыл орманда тұратын қауіпті мақұлықпын. Тоқта, мәңгі жасыл орманда тұратын қауіпті мақұлық. Мен жануар іздеуші Суити Бэлмін, сен ұстауға келдім. Сен мені ұстай алмайсың. Мен сондай күштімін, қауіптімін. Менен қашып құтыла алмайсың. Мұндай қиын емес. Қыздар, одан да сурет салайықшы. Өтінем. Қане қашпа. Ұстай алмайсың. Мен Суити Бэлмін. Абайлаңдар, сындырып алмаңдар. Ештеңені сындырып алмаңдар. Кешір, Флаттершай. Кешір. Біз жануар іздеуші емес екенбіз. Қыздар, алаң болмаңдар, мен... Таптым. Біз ұста бола аламыз. Ұста деймісің? Балға. 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 Мынау үстелге ұқсамайды. Үстел жасауымыз керек пе еді? Мұны бізден де жақсырақ жасайтындар бар. Онда біз ұста бола алмайды екенбіз. Балғаның суреті бар жапсырма кімге керек дейсің? Жақсы, бұл шаруаны тындырдық. Енді ойын ойнаймыз ба? Ойын ба? Үндемес ойынын. Бұл не? Сонымен, бұл ойында ең көп үндемеген ойыншы жеңеді. Мен әлем чемпионымын. Маған жетіп көріңдер. Мен жеңілдім. Мен де. Жақсы, ал енді не істейміз? Шахтер болып ойнасақ қайтеді? Жоқ! Айтайын дегенім, ұйықтайтын уақыт болды. Солай емес пе? Жылы жұмсақ жайлы төсекке жатқыларың келмей ме?
Жылы, жайлы деймісің? Бірақ біз әлі көп іс тындыруымыз керек. Жоспарымыз бар. Желбегейіміз де бар. Жарайды. Іздеу жұмыстарын таңға дейін қоя тұрмайсыңдар ма? Таң атқан кезге дейін. Қазір түн болды. Бірақ ұйықтап қалсақ, қабілетімізді қалай анықтаймыз? Мүмкін қабілеттерің жайлы ғажайып түс көретін шығарсыңдар. Біз шаршағанды жоқпыз ғой. Сендерге бесік жырын айтып берейін бе? Кеш батты мінеки ай көрінді аспаннан. Кеш батты мінеки ұйықта балақан. Мен осы әнді білем. О, қандай керемет. Маған қосылып айтсаң қайтеді? Кеш батты міне, бізге ай көрінді. Кеш батты міне, ұйықта балақан. Жарайсың, Суити, бұл деген Аспанда көктен нұрын шашағым. жылы өрпеп жамылып ұйқыға батады. Рахмет, Суити, мен Қайым төсегіңді сал, өрпеп жамыл, көзге қанға бар. Бұл не тағы? қыздар. Флаттершай, балапандарың қашып кетті. Мен мұның себебін білгім келеді. Алаң болма, Флаттершай. Ерекше белгі іздеушілер оларды табады. Ерекше белгі іздеушілер, алға! Жоқ, бұл мүмкін емес. Мұнда келіңдерші, өтінем. Қыздар, кеттік, балапандар осында. Қыздар. Қыздар. Қане? Кіріңдер. Жарайсыңдар, тауықтарым. Ал енді сендердің ұйықтайтын уақыттарың болды. Бірақ! Өтінем. Сонымен, бүгінше іздеу жұмыстарын доғарамыз. Я, Флаттершай. Уәде береміз, Флаттершай. Қайырлы түн, Флаттершай. Жақсы, қайырлы түн. Сонымен, енді не іздейміз? Бұл бөлмеде ойнай алмаспыз. Бірақ тазалық жұмысын жүргізсек болады. Жоқ, рахмет. Бірдеңе ойлап табуымыз керек. Қабілетімізді ашатын мұндай мүмкіндікті құр жіберуге болмайды. Ей, қыздар! Қараңдар! Балапандар қашып кеткен сияқты. Орманға қашқан. Қашып кеткен балапанды іздеушілер алға! Бұл соншалықты қиын емес екен. Ең бастысы, кімнің үстем екенін көрсету керек екен. Флаттершайдың назарынан ешкім тыс қала алмайды. Жануарларға қарайтын мен балаларға да ие болам. Тоқтай тұрыңдар! Жаңа жайлы тыныштық. Тым-тырыс қой. Қыздар? Қыздар? Элизабет, ол жоқ қой. Қыздар! Мәссаған! Олар балапанды іздеуге кеткен сияқты. Демек, бұл үшеуі мәңгі жасыл орманға кеткен. Бұл жолы қыздар шектен шығып кетті. Шынымен ақ мезі қылып жібереді екен. Өзім кінәлімін. Оларды үйіме ертіп келмеуім керек еді. Келе ғой! Чип. Қат. Не істеп тұрсың? Балапанды шақырып жатырмын. Балапанды бұлай шақырмайды ғой. Тап бір өзің білетіндей болмашы. Мен бұлай шақырмайтынын білем. Ендеше маған көрсет. Мен саған көрсетуге міндетті емеспін. Сен қорқақсың. Қорқақ емеспін. Тоқтай тұр.
Жоқ, мұнда кел. Чип, 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 қат, 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 қат. Қыздар! Қыздар! Ұстамды бол, Флаттершай, қорықпа. Жолға мұқият қара. Бұл не өзі? Туайлайт, сенсің бе? Туайлайт, сен екенсің ғой. Осында екенсің ғой, маған көмегің қажет. Қыздар бір жаққа қашып кетті, меніңше олар... Саған не болған? Қап! Сен тасқа айналдың демек. Мәссаған! Қыздар! Қозғалма, мен сені алып кетем. Қыздар! Мүмкін емес, мүмкін, мүмкін емес, мүмкін. Қыздар! Ұрысу бізге тән қасиет емес. Бәрімен ұрысатын понидың ерекше белгісі қалай көрінетінін елестетіңдерші. Қыздар! Қыздар! Флаттершай! Қыздар! Әйтеуір сендерді таптым-ау. Флаттершай, Қыздар, біз дереу орманнан кетуіміз керек. Балапанды әлі тапқан жоқпыз ғой. Какатрис кез келген кезде шабуылдайды. Оны іздейтін уақыт жоқ. Кока, не дейсің? Какатрис, басы балапанға ұқсайды, денесі жылан сияқты қорқынышты мақұлық. Басы балапан, денесі жылан дейсің бе? Бұл мүлде қорқынышты емес, күлкілі ғой. Егер мен көшеден Кока бірдеңені кездестірсем, оның бетіне қарап күлер едім. Жоқ, ешқашан көзіне қарамаңдар. Какатристің көзіне қарасаңдар, балапан! Қыздар, тоқтаңдар. Чип, 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 чип. Ола не? Екі балапан ба? Бірақ балапан қашқан сияқты еді ғой. Екеуін де ұстаңдар. Көрдіңдер ме? Енді қайттық. Қыздар, жетер, қыздар. Мені тыңдаңдар. Қыздар, мен өтінем. Қыздар. Қыздар. Артыма тығылыңдар. Қане тез. Ей, сен кімсің соншама? Понилерді тасқа айналдыруға кім рұқсат етті? Өзің ұялсаң қайтеді? Көрде тұр, апаңды табамында не істеп жүргеніңді айтып берем. Ал енді барда Элизабет пен Туайлайт құрбымды бұрынғы қалпына келтір. Бұдан бұлай тентектік жасағаныңды көрмейтін болайын. Ұқтың ба? Ұқтың ба деймін саған? Қыздар, бәрі дұрыс па? Мен қатты алаңдадым. Иә, бәрі дұрыс. Бұл қабілетің үшін рахмет. Көз қарасыңмен бағындыруға шебер екенсің. Сен көзбен бағындыру шеберісің. Үйден орманға қашып кеткеніміз үшін кешір. Иә, бұдан бұлай тіліңді аламыз. Уәде береміз. Солай ма? Жарайды ендеше. Әйтпесе сендерге бұлай қараймын да. Не? Не болды өзі? Осылайша сен қайтадан қалпыңа келдің. Бұл хикаяны ханшайымға баяндап берейін. Сенің қадіріңді білмеген екенмін. Қыздарға жақсы қарайды екенсің. Бұл оңай болған жоқ. Неге? Мен жануарларға қарағандай балаларға да мейіріммен қараймын деп ойлайдым, бірақ расымен ақ көп нәрсе үйрендім. Дегенмен мұның оңай емес екенін мойындаймын. Рарити екеуің? Қайырлы таң, Рарити. Желбегейлерді тігіп болдың ба? Жаңа ғана жеткізіп бердім. Шынымды айтсам, сен болмасаң бітіре алмас едім. Рахмет саған. Бізбен отырып шай ішесің бе? Ренжіме, шалмаймын. Дүкеннің ішін жинастыруым керек. Қыздар, заттарыңды алыңдар. Кетеміз. Қыздар. Кетеміз. Қыздар. Заттарыңды жинаңдар. Қыздар.
Қыздар! Мен айтайыншы. Қыздар, Я, Флаттершай. Шақырдың ба? заттарыңды жинаңдар. Рерити сендерді үйлеріңе жеткізіп салады. Әрине, Флаттершай, құп болады. Сен мұны қалай істедің, Флаттершай? Жай ғана балалар мен жануарлардың тілін таба алам. Рахмет. Рахмет саған. Айтпақшы, бір шаруа бар. Опалды қарап берші. Әрине. Сәлден соң барам. Қазір жүр аласың ба?